Көп адам ауыздың құрғауын жай ғана шөлдеу немесе ауа райының ыстығымен байланыстырады. Алайда бұл симптом кейбір маңызды мүшелердегі ақаудың белгісі болуы мүмкін. Соның ішінде бүйрек аурулары. Егер адам жиі аузы құрғап, шөлдеп жүрсе, тілі кеберсіп, тынысы нашарласа, бұл бүйректің сүзгілеу қызметі нашарлағанын білдіруі мүмкін. Ауыздың жиі құрғауы нені білдіреді? Бүйрек жұмысының бұзылуы. Қан айналымдағы зиянды заттар ағзадан дер кезінде шықпаса, олар ауыз қуысы арқылы да әсер етеді. Қандағы қант деңгейінің жоғары болуы. Қант диабетімен байланысты. Тұздың көп мөлшерде жиналуы. Бұл бүйрек сүзгісінің әлсірегенінің белгісі. Сұйықтықтың ағзада жеткіліксіз болуы. Үй жағдайында не істеуге болады? Күнделікті жеткілікті су ішу керек. Бұл бірінші әрі ең маңызды кеңес. Тұзды тағамдарды азайту. Бүйрекке түсетін салмақты азайтады. Қант пен газдалған сусындарды шектеу. Олар бүйректі шаршатады. Қарапайым зәр анализін өткізу. Күдік туындаса, дереу дәрігерге жүгініңіз. Қорытынды. Ауыз құрғауы жай ғана симптом емес. Оның артында ауыр дерт тұруы мүмкін. Ерте байқау ұзақ өмір сүру кепілі.